Ақша потогын бір-ақ күнде ашу бұл мүмкін дүние, достар. Жалпы мен жақында өзім тамаша бір құпиямен таныстым. Өзім сонымен жұмыс істедім 2-3 ай, және өзім көз жеткізгеннен кейін мен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бүгін сіздермен жұмыс жасайтын Әдия Аралбай, каналыма қош келіпсіздер. Жалпы видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыздар, біраз пайдалы ақпараттарды алатын боласыздар. Мүмкін осы ақпарат сіздің өміріңізді түбегейлі жақсы жағына өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басып, комментарийларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Бұл жерде айтатын өте маңызды бір нәрсе бар. Бұл ақпаратты көбінесе мен ақылы консультацияға келетін адамдарға, немесе трансформациялық ойынды ойнауға келетін адамдармен бөлісіп жатам. Дегенмен де осы жолы барлық осы менің оқырмандарыма бөлісем деген шешім қабылдадым. Сондықтан да өзі өмірдің заңы бар ғой, беру, алу деген сияқты. Сондықтан да сізге шын ниетімен адам бір білім берген кезде міндетті түрде қайтарымы болса, өте жақсы әсер етеді ол білім. Сондықтан да бізді қарап жатқан адам көп болуы мүмкін. Сондықтан да комментарийға міндетті түрде қыздар, біліміміз берекелі болсын, жақсылығымен, оңымен берсін деп өзіңіздің бір тілегіңізді жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар біз бір-бірімізге жақсы тілек айтқан кезде бұл видеода жақсы энергия жиналады, яғни біздің өмірімізде де жақсы мүмкіндіктер, жақсы нәрселер өмірімізге тартыла бастайды. Сондықтан да қыздар, аямаңыздар. Мен сіздерге өте алғыс боламын. Алғысым шексіз, және менде одан да күшті мотивация болады. Сонымен бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Сонымен ақша потогын тез ашу үшін не істеу керек? Ең әуелі өзіңізге бір сұрақ қойыңыз. Жалпы мысалға 5 миллион теңге табу үшін, мысалы мен 5 миллион теңге табу үшін менде қазір сол ақшаға жетер энергия бар ма? Яғни өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі басты құпия ол энергиямызды зерттеу. Біздің энергиямыз үлкен ақша табуға жете ма? Оны қалай аңғаруға болады? Енді көп оқырмандар әсіресе мына энергия, психология, эзотерика, сондай нәрсемен жақыннан танысып келе жатқан адамдар үшін энергия деген нәрсе енді былай түсінікті болғанымен, оның түбінде не жатқанын түсінбеуі мүмкін. Яғни энергия ол қазақша айтқанда күш, бізде сол ақшаны табатын күш бар ма? Яғни осы сұрақты өзіңізге қойған кезде ең бірінші қандай жауап келді? Комментарийға жазып өтіңіз. Бұл не үшін керек? Яғни мен анализ жасаймын. Көбінесе кейде жауаптар өте әртүрлі болуы мүмкін, кейде ұқсас болуы мүмкін, ұқсас өте көп болуы мүмкін. Яғни сол арқылы мен келесі видеода анализ жасау арқылы сіздерге шын мәнінде мәселе неде екенін түсінетін боламын. Ол да біраз білім, ол да біраз практика, сондықтан да маған көмектессеңіздер, мен сіздерге одан да күшті біліммен бөлісуге тырысамын. Яғни ең бірінші жауап ол дұрыс жауап, Егер де сіз шынымен менде ол ақшаға қатысты энергия жоқ десеңіз, онда ол ақша сізге тартылмайды. Енді қараңыз, мысалмен айтайыншы, түсінікті болу үшін, көбінесе былай түсініксіз болып жатады. Мысалы, сіз жұмыстан келген кезде, немесе жалпы декретте отырсаңыз да, өзіңізді бақылап көріңізші, сіз жұмыстан келген кезде талып, түсіп, шаршап, көзіңізді көтере алмай, басыңызды көтере алмай, шай дайын дайындап жүрсеңіз, сізде энергия өте аз. Бұндай энергиямен сіз точно 5 миллион тұрмақ 1 миллионға жете алмайсыз. Екінші нәрсе, сіз көбінесе қандай көңіл күйде жүресіз? Сіз үнемі ұрысқақ болып жүресіз ба, ұрысып жүресіз ба, көп ренжисіз ба, әлде үнемі бір негативқа кет қаласыз ба, стресс пен депрессияға жиі түсесіз ба? Вот осы кезде сізде энергия жоқ, яғни сізде көп ақшаға блоктар бар деген сөз. Және мысалға сіз даже демалыс күндері, отбасыңызбен бір жерге қыдыруға барасыз ғой. Сол кезде өзіңізді бақылап көріңіз, қыдыруға күш қуатыңыз бар ма? Жалпы адамдармен бүйтіп отырып, коллективте сөйлесуге деген сияқты. Айта берсең өте көп, сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Яғни адамда энергия жоқ. Енді ол энергияны қалай қалыптастырамыз, Әдия? Ол энергия қайдан келеді бізге? Біз күн-түн жұмыс жасаймыз, балаларды бағып қамын ойлаймыз, бізде кредит бар, қарыз бар, осындай мәселелер өте көп. Яғни біз бүгін осы сұрақтарға жауап табатын боламыз. Жалпы бүгін энергияға қатысты, ақшаға қатысты көптеген сұрақтарға жауап табатын боласыздар осы видеода. Ең бастысы айтарым, қараңыздар, энергия
бұл мысалға бізде адамның денесінде 7 чакра бар. Оның әрқайсысы определенный энергиямызға жауап береді, иә. Мысалға, ақша энергиясы туралы айтатын болсақ, ол біздің кіндігіміздің ортасында, осы ішімізде, яғни денеміздің тең ортасында сол манипура деген чакрасы бар. Ол біздің именно ақшамызға, өмірде өзімізді табуға, табысты болуға, ел алдында мықты дәрежеде болуға жауап береді. Манипура чакрасын қарайтын болсаңыздар, ол күн сары түсті дөңгелек дәл ішіміздің ортасында орналасқан. Осы чакрада блоктар көп болса, яғни бізде үнемі энергия болмайды. Адамдар үнемі шаршап жүреді. Әрине, әсіресе қазір ақпарат заманында, әсіресе сіз қалада тұрсаңыз, Алматы, Астана, Шымкент, үлкен қалаларда тұрсаңыз, міндетті түрде сізде ол жерде блок бар деген сөз. Өйткені бұл чакра қай кезде дамый бастайды? 2 мен 14 жас арасында, одан кейін 14 пен 22-де прям қатты жұмыс жасайды. Осы кезде біз өмірге көз қарасымыз қандай болып қалыптасады, соған байланысты блоктар пайда болады. Енді өздеріңіз білесіздер, мысалға, бала өсем дегенше, егерде ол ата-анасында ақшамен мәселелер көп болса, ата-анасында жалпы аса қуатты, бай қуатты семьяда өспесе, және агрессияға толы болса, өмірі көбінесе сол чакралар блокталады. Енді осы чакрамен қалай жұмыс жасаймыз, сол туралы бөлісетін боламын. Осы манипура чакрасы ақшамен байланысты деп айттық, және манипура чакрасы көбінесе қашан блокталады? Осы тақырыпты зерттеген кезде ең бастысы адамның санасында ұят деген нәрсе көп болса. Өздеріңіз білесіздер, біздің жалпы қазақ менталитетінде дейікші, қазақ отбасында өскен әрбір балада ол нәрсе бар. Ол нәрсе менде де бар, сізде де бар, сіздің жаныңыздағы адамдарда да бар. Өйткені біз кішкентай кезімізден ұят деген сөзді көп естиміз. Адам ұят деген сөзді миына құйып алатын болса, ол өзін аша алмайды. Даже мына суретке қараңызшы, манипура чакрасы ол күн сияқты да, яғни біз ашыла алмаймыз күн сияқты. Күн шуағын жан жаққа шашады ғой, ал біз олай істей алмаймыз. Яғни бұл адамдарда, мысалға, жалпы бұл чакраның өзінің 4 уровені болады да, яғни біріншісі ол прям блокталып қалған уровень. Ол кезде адам агрессияға толы, постоянно ұрысқақ болады, қашан қарамасаң шаршап жүреді, барлық жерде бір қарыздар и так далее да. Это называется большой блок. Екінші ол уже застой деген. Застой деген ол мысалға тұрып қалған су сарғайып қалады, соны застой деп атайды. Мысалы, бұл жерде уже более-менее, то есть сізде вроде жұмыс бар, бір какой-то табыс бар, бірақ та сізде все равно бір постоянная усталость, постоянно шаршау, хаос, не істеп не қойғаныңызды білмейсіз, постоянно асығып жүресіз, То есть бұл жерде адамдар әсіресе блокпен застой несіндегі позициясындағы адамдар, бұлар неда материальныға көп кет қалған. Олар ақша, дүние, өмір, тамақ ішу, ұйықтау, жұмыс істеу, тек қана сондайға кет қалғанда. Оларда іштегі рухани өмір мүлде ұмытылып қалған. Просто таңертең тұрғанда алғыс айту, Алла тағаланың осы өмір бергеніне, осы күнге жеткізгеніне, балалардың аман сау жүргеніне, дастарханында нан болғанына, осы кішігірім зарплатам болса да соған жеткеніме алғыс айту деген нәрселер көбіне ұмытылып кеткен. Мүмкін жойылып кеткен, мүмкін адам ол нәрсенің маңызды екенін тіпті түсінбеуі мүмкін да. Сондықтан да бұл ең төменгі позициядағы. Сонымен біз ақша энергиясына ортаңғы чакрамыз жауап береді дедік. Манипура чакрасы, яғни ол 4 неден тұрады, тізімнен тұрады. Біріншісі ол совсем блокталып қалғандар, одан кейін застой, яғни тұрып қалған энергия, одан кейін барып уже жаңағы низкий уровень. Низкий уровень бұл, яғни ең төменгі уровень. Бұл кезде адамдар мынандай болады, мысалға біреу саған жамандық жасаса, сен соған жауап беруге дайын тұрасың, андай агрессивно. Біреу аяғыңа шалса, сен де оны шалып, какой привет, такой ответ деп өмір сүретін адамдар бар ғой. То есть оларда неге ол адам менің өмірімде, мысалы андай осознанность деген жоқ та, неге ол адам менің өміріне кездесті, неге мен ол адамды өзім тарттым өміріме. Яғни біз біреуді кінәлаған кезде біз бала позициясына түсеміз, жертва позициясына түсеміз. Вот низкий уровеньдағылар
манипурасы низкий уровеньдағылар бала позициясына, жертва, спасатель, тиран позициясына көп түсіп кетеді. Оларда мындай осознанность жоқ та, мысалға, неге мен өміріме осындай агрессивный адамды тарттым, неге маған бүгін жалақымды төлемеді, немесе неге мына адам маған осылай жасады. Яғни оның барлығы біздің ішкі, олар біздің айнамызда, енді біздің ішімізде не болып жатыр, қандай блоктар бар, біз өмірге деген көзқарасымыз дұрыс болмай қалса, немесе бірдеңені дұрыс жасамасақ, бізге сондай адамдар тартылады деген сияқты мынандай бір саналы түрде анализ жасамайды да ондай адамдар. То есть полностью сондай агрессия, ренішке, жауап беруге, біреуге бір қастандық жасауға жақын тұрады. Және төртіншісі ол высокий уровень сознания. Бұл жерде жаңағы мен айтқандай адам өзіне өзі анализ жасай алады. Ол кез келген сұрақтарға өзі жауап таба алады. Ол в целом мына осы сәтпен өмір сүре алады да. Ол осы сәттің өте құнды өтуі, осы күннің құнды өтуі, яғни ол болашағының мықты өтуіне фундамент жасайды да. Үй құрған кезде бастысы фундамент қой. Сенің фундаментің мықты болмаса, үй құлап кетеді. Немесе үйде трещиналар пайда болады. Сол сияқты ғой, егер біздің фундаментіміз, ішкі фундаментіміз мықты болса, біздің энергиямыз мықты болады деген сөз. Сосын неге мысалға бұл адамдар, мысалға манипурасы, энергиясы мықты адамдар, жалпы бүкіл чакрадағы энергиясы мықты дамыған адамдар көбінесе үлкен табысқа, үлкен атаққа, халықтың арасында үлкен бір сыйластыққа жақын адамдарда солай болады. Неге? Өйткені бұл адамдар мысалға даже өзінің бір жұмысын жасаған кезде олар энергиясын өте сақтайды. Мысалға неге мына астында төмендегі адамдар, мысалға қазір агрессияда, реніште жүрген адамдар, кредит, қарызға толып кеткен адамдар, ол жаман деген сөз емес. Барлығы жақсы. Просто ол кісілер энергиясын дұрыс сақтай алмайды да, одан кейін жаңа уровеньға, жақсы сатыға, үлкен табысқа шыға алмайды. Яғни оның себебі неде? Оларда ең әуелі ішкі сезімдерін жақсы біледі. Олар өздерін жақсы сезеді. Олар энергиясын құр босқа далаға шашпайды. Мысалға өзіңіз бақылап көріңіз, жұмысқа барған кезде, негізі біреуге жұмыс істесең де жақсы жалақы алуға, энергияны сақтауға болады. Бірақ егер сіз жұмыстан кейін қатты шаршап келсеңіз, уже басыңыз ауырып, сондай состояниеда болса, яғни сіз энергияңызды жұмысқа емес, жан-жақты нәрсеге тағы құртасыз деген сөз. Яғни ол не? Ол қорқыныш, ол уайым, мынау не айтады, анау не айтады, мынаны істеп қойсам қалай болады, былай істесем қалай болады. То есть ол көбінесе болашаққа кетіп қалады да. Мынаны бүгінгі жұмысымды дұрыс жасамасам, ертең мынандай мәселе болады, одан кейін ақшамды бермей қояды, мынандай. То есть ол қазіргі жасап жатқан жұмысының сапалы болуына назар аудармайды. Ол либо өткенге өкінішпен өмір сүреді, немесе болашаққа деген бір қорқынышпен өмір сүреді, оның энергиясы соған кетіп қалады да. Осы сәт дұрыс жасалмайды. Яғни андай орыстар айтады ғой, не управляйте временем дейді. Не управляйте временем, а управляйте вниманием дейді. Яғни сенің көңіл күйің қазір осы сенің жұмысыңда, мысалы сен повар болсаң бір ресторанда, сен сол тамағыңды өте сапалы жасауға, дәмді жасауға атсалысатын болсаң, онда саған ақша да келеді, клиент та келеді, бастығың да жақсы бонустар береді. Немесе өзіңе өзің жұмыс істесең. Немесе сен парикмахер болсаң, бүгін осы келген клиенттің шашын әдемілеп берсең, ол риза болып қайтса, сен бүгін уже манипура чакраңды аштың деген сөз, иә? То есть манипура чакрасын біз қалай ашамыз көп жағдайларда? Міндетті түрде йогаға бару керек. Егер мен айтып жатқан нәрселердің бәрі сізге таныс болса, сізге жақын болса, сіз үнемі шаршап жүрсеңіз, үлкен ақшаға энергияңыз болмаса, ең бірінші ол міндетті түрде йога және медитацияға бару керек. Қазір йогаға мүмкіндігіңіз жоқ болса, немесе әлі дайын болмасаңыз, медитация жасаңыз. Медитация кезінде мен всегда свечка қосып қоямын. Свечканың түсі даже сары, оранжевый болса жақсы, өйткені олар манипура чакрасы сары түсті ғой, желтый солнцемен байланысты. Яғни манипура чакрасының ең бірінші блоктарын шешетін, оны жаңа қалпына келтіруге көмектесетін, ол именно от екен да. Яғни медитация кезінде мен всегда от қоямын, свеча қоямын, иә. От деген свеча ғой енді. Ол мені біріншіден тыныштандырады. Және оның иісі болса да, егер сізге приятный болса, иісі ұнайтын болса, міндетті түрде иісі барды да алсаңыз болады. Ол сізді іштей тыныштандырады, миыңызды тыныштандырады, іштегі бастағы хаосты тыныштандырады. Жалпы медитация әсіресе қалада тұратындарға,
өте пайдалы, өйткені біз іштегі бүткіл керек емес негативный программаларды, керек емес ақпараттарды, әсіресе мен вообще жаңалық қарауды не советую. Енді, конечно, білу керек не болып жатыр елде, но прям күнде түнде отырып алып, кешке отырып алып жаңалық қарамаңыздар. Біз негатив жаңалықтарды естіген кезде, қалада бір жаман нәрселер болып жатқанын естіген кезде, біз сразу барлық чакраларымызды блоктаймыз. Өйткені адамда сразу қорқыныш, үрей пайда болады и так далее. Сондықтан да көбінесе мына медитацияның бір жақсы жері, сіз медитация кезіңізде басыңыз тынышталады, жүрек қалауыңызды ести бастайсыз, сезімдеріңізді естисіз, таба алмай жүрген сұрақтарға жауаптарыңызды табасыз, сіз жалпы іштей тынышталасыз. Менде асығып жүретін әйелге көп ақша келмейді деген видеоны көп түсінбей қалған ғой. Ол жердегі басты мағына сол ғой, ішкі тыныштық. Көп қыздар асығып жүреді дегенде жаңағыдай немен шатастырып қойғанда, мына темперамент бар ғой, шустрый адамдар болады ғой, тез жүретін, тез сөйлейтін, ондаймен шатастырмаңыздар. Ол деген үнемі бір жерге кешігіп жүру, үнемі өзіңнің уақытыңды басқара алмау, үнемі бір хаосқа толы болса, вот это про это. То есть сенің ішкі состояниең тыныш болу керек, ол не про темперамент. Вот. Сондықтан да енді бүгінге айтарым осы, біраз нәрселерді айттым деген үміттемін, қазір тағы бір тексеріп жіберейін. Жалпы енді қорытындылап жіберейік, ең бастысы ол бізді үлкен табысқа шығаратын энергия. Ақша және энергия деген ол бірдей нәрседе, ол жаңағыдай синоним десек болады. Сондықтан да егер сіз энергияңызды дұрыс қолдансаңыз, бүткіл күшіңізді өзіңізге, өзіңіздің дамуыңызға, фокус внимание только на вас и на вашей работе болса, онда сол кезде сізде үлкен табысқа жете бастайсыз. Тіпті ол бар ғой, бірақ күнде орындауға болады. Неге мен тақырыпты солай қойдым? Өйткені менің өмірімде де сондай болды. Бір кездері осы декабрьдің алды, жаңа жыл алды, прям консультацияға адам көп болып кетті да. Және прям жұмысқа кірісіп кеттім ғой, да такой үйге талып келетін да, шаршап, ешкіммен сөйлесуге шамам жоқ. Содан кейін мен медитацияны, йога деген нәрселерді өміріме көп кіргізе бастадым. Сосын осы чакраларды терең зерттей бастадым. Сонда түсінгенім, мен мысалға жұмыста да определенный уақытта өзіме уақыт арнап, тынышталып, бір медитациялық немесе релакс музыка тыңдап, өзіме ішіме сұрақтар қойып, миым тыныштандырған кезде көбінесе маған табыс келе бастайтынын түсіндім да. Және шын мәнде артық нәрселерді алып тастадым. Мен даже список жасадым, қай нәрсе менің энергиямды алады, не нәрсе ұнамайды. Мысалға, кейде тамақ істеу ұнамайды да елдерге, көп әйелдерге. Егер мүмкіндік жоқ болып жатса, пока дайын тамақ алу немесе адам алу, жалдау деген сияқты, соны пісіретін. Просто хотя бы анда-санда оңай тамақ жасауды үйреніңіз. Жеңіл, дайын пельмень, тауық тез піседі картошкамен, мысалға, духовкаде. Сондай бір оңай чечевичный суп деген сияқты нәрселерді өміріңізге кіргізіңіздер. Сол кезде шын мәнінде кішкене энергияңыз жақсырақ бола бастайды, Содан кейін, егер қазір мүмкіндік болмай жатса, мысалға, үй жинайтын адам жалдау, тамақ пісіретін, немесе сізге көмектесетін, или жаңағыдай ақшаңыз әлі көп болмай жатса, бұл жердегі ең маңызды нәрсе осы бар жағдайыңызға рахмет айтып, сол тамағыңызды просто пісіріп, сондай мықты батасын беріп, балаларға беріп, сол тамақты күйеуіңіз ішіп, сол бата оларға жұмыс істей бастаған кезде, вот сол кезде сізде көп өзгерістер бола бастайды өміріңізде. Ол былай ғой, мысалға, адамдар өзінің бақытын тек қана ақшамен теңестіріп қойғанда, ақша болса ғана мен бақытты бола аламын, мен ане хабар аламын, мынаны ала аламын, үйтем, бүйтем, сөйтем деген сияқты. Бірақ ойлаңызшы, қазірдің өзінде сізде уже өміріңіз жаман емес, мысалға сізде денсаулық бар, бүгінгі күніңіз бар, осы видеоны қарап жатқан көзіңіз бар, естіп жатқан құлағыңыз бар, жүріп жатқан аяғыңыз бар, ішіп жатқан суыңыз бар. Осындай қарапайым нәрселерді біз байқаған кезде өмірімізден ақша деген нәрсені бірінші орынға қоймай, ең әуелі біздің ішкі состояниемізді бірінші орынға қойсақ, яғни шаршап тұрсақ демалу, жұмысымыз ұнамаса оны ауыстыру, және жаңағыдай ұнаған нәрсені жасау, сізге эмоция алып келетін нәрсені жасаған кезде көбінесе ақша тартыла бастайды. Яғни біз бірінші орынға еш уақытта ақшаны қоймауымыз керек. Ақша көп болсын десеңіздер, онда ақша тез келсін десеңіздер, онда өміріңізден ақша деген сөзді, оны табу,
тез табу деген нәрсені алып тастау керек, иә. Сол кезде жақсы мүмкіндіктер ашыла бастайды. Бұл өте бір терең тақырып, сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Түсінікті болмаса, консультацияға келіңіздер, міндетті түрде сіздермен жұмыс жасаймыз, блогтарыңызбен жұмыс жасаймыз. Жалпы кез келген запроспен жұмыс жасай беремін. Отбасы болсын, жолдасыңызбен мәселелер болса, балаларыңызды түсіне алмай жүрсеңіз, иә, тағысын айта берсең өте көп. WhatsApp номер осында, міндетті түрде хабарласыңыздар, келіңіздер, сіздер үшін есік әрдайым ашық. Ал осы видеоны соңына дейін қарағандарға мен бүгін сыйлық жасағым келіп отыр. Себебі сіз соңына дейін қарасаңыз, яғни сізде шынымен өзгеруге, жақсы жаққа өзгеруге ниет бар деген сөз. Сыйлық менің консультацияма 50% жеңілдік. Онлайн консультацияға да, офлайн консультацияға да бағасы жайлы WhatsApp номерден біле аласыздар. Прайс-листі, сонымен қатар таплинк сайтынан да қарасаңыздар болады. Барлық ақпарат сол жерде бар. Инстаграмда, биода жазылған. Көріскенше күн жақсы достар.